сарбаздар мен мемлекетімізге қызмет атқарып жүрген ел азаматтары, барлықтарыңызға бүгін Таулы Қарабақ ардагерлерінің атынан рахмет айтамыз. Бұл тарихи оқиғаға қатысып отырғандарыңыздың өзі біздің Қазақстан Республикамыздың даңқы мен абыройын арттыру мәселесіндегі басты міндеттерді жүзеге асыру деп санаймыз. Біздің бүгінгі іс-шарамызға облыстардан, аймақтардан біздің ұрыс қимылдар ардагерлерінің өкілдері келіп отыр, басшылары мен төрағалары қатысып отыр. Соған біз Қазақстан Республикасының ұрыс қимылдар ардагерлерінің заңды тұлғалар бірлестігінің жоғарғы кеңес мүшелерінің атынан, заңды тұлғалар бірлестік мүшелерінің атынан сіздердің барлықтарыңызға рахмет айтамыз, ризашылығымызды білдіреміз. Қорғаныс министрлігінің басшыларымен бүгінгі осы мұражайдағы әскери мұражайдың басшылығына және де осы ұлан әскери құрылымдардың барлық біздің мемлекетіміздегі қарулы күштер мен отанымызға, бейбітшілігімізге қызмет атқарып жүрген мемлекеттік құрылымдардың басшылары мен олардың жеке құрамдарына ризашылығымызды білдіріп рахмет айтамыз. Біздің бүгінгі іс-шарамыз қуанышты күндердің бірі деп санаймыз. Өйткені біз Таулы Қарабақ ұрыс қимылдар ардагерлері сол кезіндегі ұлы отан соғысы 5 жыл болса, алайда Таулы Қарабақ кезіндегі ұрыс қимылдар мен қақтығыс соғыс 30 жылға созылды. Оның көптеген тарихи маңызды және де олардың әділеттік жағдайын қалай шешілгендері өздеріңізге мәлім. Біз Таулы Қарабақтың, қазіргі Қарабақ өңірінің Азербайжан туысқан мемлекетіне қайтадан сол халықтың күші мен қарулы күштерінің еңбегімен жоғарғы мәртебелі президенттің Алиев Илхам Гейдаровның бастаған мемлекет қайраткерлерінің бәрінің арқасында Қарабақ өңірі қайтадан өзінің тарихи отанына қайтып оралды. Қазіргі күндерде сол ең бастысы сол өңірдегі екі көрші мемлекеттің бейбітшілігі мен достығын нығайтуға біз өз үлестерімізді қосуымыз керек. Біз олардың соғысты тоқтатып, бейбіт халықтарды қорғап және де болған жағдайлардың бәрін дипломатиялық келісім арқылы шешкендеріне біз ризашылығымызды білдіреміз. Сіздерге айтарым тағы құрметті қонақтар, ардагерлер, біздің осында қатысып отырған біздің ұрыс қимылдар ардагерлерінің мүшелері және де біздің Астанадағы біздің қазірдегі Үсенов Набиден Жамбылұлына, Болатхан Дәулетбекұлына, жоғарғы кеңестің басшысына, сосын біздің ұрыс қимылдар ардагерлерінің Ержан Қапарұлына ризашылығымызды білдіреміз. Ардагерлеріміздің бәріне өздерінің қолдары мен экспонаттардың бәрін жинап, өздері қойып, соны тарихи үлкен маңызды мән беріп, оны болашақ ұрпақтарға тәрбие ретінде, бейбітшілікті дамыту ретінде және де соған патриоттық сезімді дамытуға өздерінің үлестерін қосып жатыр. Бұл деген бүгінгі таңдағы ең маңызды өмірдегі талаптардың бірегейі, ол бейбітшілікті қолдау, қорғау және де қауіпсіздік пен қорғаныс саласын дамытып, әрбір біздің мемлекетіміздің азаматы және де біздің мемлекетте тұрып жатқан адамдардың бәрі бейбіт өмірмен өмір сүріп, ұзақ жылдар бойы ұрпақтарын тәрбиелеп, өсіріп, жеткізіп, жаңа біздің Қазақстан Республикасының абыройын әлемдік қауымдастықтарда арттыра берулеріне біз сеніміміз мол. Арттыра беретіндігіне және де үлес қосатындарына сенімдіміз. Құрметті ардагерлер мен біздің бүгінгі маңызды іс-шарамыздың қонақтары, біз Қарабақ соғыс ардагерлерінің атынан сіздердің барлықтарыңызға айтарымыз, біз Қазақстан Республикасының халықтарының бақытты, бай, қуатты, берекелі, бейбіт өмір сүрулері үшін, жеріміз бүтін болу үшін, отанымыздың тәуелсіздігі мен бейбітшілігіне мәңгі болу үшін
өмір бақи қызмет атқарамыз. Сіздерге бүгінгі күндерде айтарымыз, сол бақытты өмірдің куәсі болып, сіздер де ұзақ жылдар бойы қуанышты жағдайда біздің ұрыс қимылдар ардагерлерімен, ұлы отан соғысының аз қалған өкілдерімен, ауған соғысының ардагерлерімен, тәжік ауған соғысының ардагерлері, Ирактағы бітімгерлік пен қауіп қатерді реттеген біздің жауынгерлеріміздің офицерлерінің және де Чернобыль апатына реттеген, Семей полигонында қызмет атқарған барлық ардагерлердің бәріне біз рахметімізді айтамыз. Береке бірлігіміздің арқасында біздің жас ұрпақтарға үлгі көрсетіп, біздің бірге екендігімізді, бейбітшілігімізге өмір бақи қызмет ететіндігімізді көрсетіп, дәлелді түрде жалғастыруымыз керек. Сонымен бірге бүгін осы біздің Қазақстан Республикасына бүкіл бұрынғы кеңестер одағындағы үлгі боларлық мынау соғыс алаңында қайтыс болған ардагерлерді іздестіру, войсковой ардагерлеріміздің осында отырған ағаларымыз бен басшыларына, мүшелеріне бәріне рахмет айтамыз. Өйткені соғыс алаңында белгісіз қалған біздің отанымыздың жауынгерлері мен офицерлерін тауып іздеп, оларды жанұяларына, олардың наградалары мен марапаттарын жеткізіп, үлкен тарихи қуаныштарға бөлеп, олардың есімдерін ұмыттырмай, өмірдегі бейбітшілікті жалғастыру және де басқа бұрынғы мемлекеттердің достығы мен қарым-қатынастарды нығайтуға көп еңбек сіңіріп жатқанына ағамызға бәріне бірге істеп жатқан ардагерлермен бірге рахмет айтамыз. Сіздердің бүгінгі келіп қатысқандарыңыздың бәріне біздің ардагерлердің атынан ризашылығымызды білдіреміз. Қуанышта бейбіт өмірде бірге өмір сүріп, жастарды тәрбиелеп, Қазақстан Республикамызды өркендетіп дамыта берейік. Рахмет сіздерге.